Сәлем достар, адам ағзасы жайлы біз білмейтін көп заттар бар. Әрине бұл тақырып бір видеоға симайды. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін адам ағзасы жайлы мәліметтердің екінші бөлімін бірге көреміз. Адамның қолындағы тырнақтары аяқтағы тырнақтарға қарағанда 4 есе тезірек өседі. Себебі саусақтың ұзындығы тырнақтың тез өсуіне әсер етеді екен. Солай қолымыздағы ортаңғы саусақтың тырнағы басқа саусақтағы тырнақтарға қарағанда әлдеқайда жылдам өседі. Адам ағзасындағы 206 сүйектің 52-сі табан жақта орналасқан. Ол дегеніміз барлық сүйектердің 4-тен 1 бөлігі. Асқазанның ішкі қабаты 3-4 күн сайын толығымен жаңарып отырады. Бір қадам жасаған кезде біздің ағзамызда 200 бұлшық ет қозғалады. Адамның өмір бойы шығарылған сілекейдің мөлшерімен 2 бассейнді толтыруға болады. Адамның қуығына 400-800 мг су сияды. Бірақ адам қуығы 250-300 мг толған кезде кіші дәретке барғысы келіп қысылады. Қуығыма 800 мг сияды деп шыдаудың қажеті жоқ. Себебі 300 мг-нан артық толтырып шыдау ағзаға өте зиян. Жүгіру жылдамдығы сағатына 160 км болса, жөтелдің жылдамдығы сағатына 100 км-ге дейін жетеді. Адамның мұрны 50 мың түрлі иістерді сезе алады. Кейбір кездері төсекке жатып ұйықтай алмай жатамыз, ал басқа күндері басымыз жастыққа тиген сәтте ұйықтап қаламыз. Бірақ орташа санақпен адамға ұйықтау үшін 7 минут қажет екен. Әйелдердің жүрегі еркектердің жүрегінен қарағанда тезірек соғады. Себебі әйел адамдардың жүрегі жиірек кіші болғандықтан, қан айналу жүйесі кіші ауқымды алып, қан айналу тезірек болады. Видео ұнаса лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Ал егер мына қоңыраушаны бассаң, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың. Барлық сілтемелер видеоның астында.